Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 96 сабақ көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілетін есептер. Бірінші есеп: зергер 30 білезік жасады. Ол осы білезіктердің әрбіреуінен бесеуден болатындай етіп бірнеше қорапшаға салды. Неше қорапша қажет болды? Қанша қорапша қажет болғанын табу үшін үлкен санды 30-ды бөлеміз 5-ке. Тең 6. 6 қорапша қажет болды. Екінші есеп: зергер 30 білезікті 6 қорапшаға тең бөліп салды. Зергер әр қорапшаға неше білезіктен салды дейді. 30-ды бөлеміз 6-ға, тең 5. 5 білезіктен салды. Үшінші есеп: бір және екінші тапсырмалардағы есептерге көбейту амалымен байланысты бір есеп құрастыр. Сызбаларын жаса. Зергер 5 білезіктен 6 қорапшаға бөліп салды. Зергер қанша білезік салды? 5-ті көбейтеміз 6-ға, тең 30. 30 білезік салды. Төртінші есеп: есепті шығар. Зергер көрме залындағы 4 үстелдің әрбіреуіне 6 жүзіктен қойды. Зергер үстелдерге барлығы неше жүзік қойды? 6-ны көбейтеміз 4-ке, тең 24 болады. Зергер барлығы 24 жүзік қойды. Ә есебі: зергер 24 жүзікті көрме залындағы бірнеше үстелге бөліп қойды. Егер ол әр үстелге 6 жүзіктен қойса, онда зергер неше үстел қажет болды? 24-ті бөлеміз 6-ға, тең 4. Зергерге 4 үстел қажет болды. Б есебі: осы тапсырманың А және Ә есептеріне келесі есептер құрастыр. Зергер 24 жүзікті 4 үстелге қойып шықты. Зергер әр үстелге неше жүзіктен қойды? 24-ті бөлеміз 4-ке, тең 6. Зергер әр үстелге 6 жүзіктен қойды. Бесінші есеп: А. Бөлінгіш 24, бөлгіш 3, 4, 6, 8 деп алып, бөліндінің мәнін тап. 24 3-ке бөлеміз 8, 24 4-ке бөлсек 6, 24 6-ға бөлсек 4, 24 8-ге бөлеміз 3. Ә есеп: көбейткіштері 9 және 5. Көбейтіндінің мәнін тап дейді. 9-ға 5-ті көбейтеміз 45 болады. Б есеп: бөлінгіш 28, бөліндің мәні 7. Бөлінгішті тап. 28 7-ге бөлсек 4 болады. Алтыншы есеп: тапсырманы орында. 16-ға арттыр дейді. 24-ке 16-ны қосамыз 40, 37-ге 16-ны қосамыз 53, 76-ға 16-ны қосамыз 92, 83-ге 16-ны қосамыз тең 99 болады. 8 есе кеміт дейді. 16-ны 8-ге бөлеміз 2, 24 8-ге бөлеміз 3, 32-ні 8-ге бөлеміз 4, 48-ге бөлеміз 5 болады. Жетінші есеп: тиісті амалдар таңбасымен белгісіз санды тап дейді. Жақша ішінде 17 азайту 8. 17-тен 8-і аламыз 9, 9-ға қосамыз 6-ны, тең 15 болады. 8-ші есеп: есеп шығар. А. Көрмеге 36 алқа қойылды. Олар күніне 4-еуден бірнеше күнде сатылды. Алқалар неше күнде сатылды? 36-ны бөлеміз 4-ке, тең 9. Алқалар 9 күнде сатылды. Ә. Көрмеге қойылған алқалар күніне 4-еуден 9 күнде сатылды. Неше алқа сатылды? 9-ды көбейтеміз 4-ке, тең 36. 36 алқа сатылды. 9-ші есеп: екі сан 4 рет қолданып, 4-ті қалай шығарып алуға болады? 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, 4-ке 2-ні қосамыз 6, 6-дан 2-ні азайтамыз 4, тең 4 болады. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Каналға тіркеліп кетіңіз.